Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дәрібаева Гүлшат Есбосынқызы. Менің сіздерге әкеліп отырған әдісім бұл қорқынышсыз оқу. Сіздерде де осындай жағдай болған шығар. Бала мәтінді біледі, сөздерді таниды, бірақ мұғалімнің алдына келгенде бірден қиналып қалады. Баяу оқиды, кейде қателеседі, тіпті өзі білетін сөздерден де жаңылады. Менің оқушыларымнан да осындай жағдай байқалды. Мен сол кезде өзіме бір сұрақ қойдым. Бала шынымен оқи ала ма? Әлде қысылып тұр ма? Осы сұрақ мені жаңа тәсіл іздеуге алып келді. Оқу сауаттылығынан норматив тапсырғанда мен үшін ең қиыны оқушының мәтінді жылдам әрі қатесіз оқуы болды. Кейбір балалар мәтінді оқуға кіріскенде асығады, кейбірі сөздерден сүрінеді, кейбірі бірнеше рет тоқтап қалады. Әрине, бірінші ойымыз көбірек оқыту керек. Бірақ мен осы жерде бір нәрсеге назар аудардым. Бір оқушының оқуын әртүрлі жағдайда бақылап көрдім. Мұғалімге оқығанда қатесі көбейеді, ал қасына бір ғана сыныптасын отырғызып, соған оқытқанда әлде қайда еркін оқиды. Сол кезде мен мәселе тек оқу дағдысында емес шығар деп ойладым. Мүмкін біз кейде баланың біліміндегі кемшілікті емес, оның қобалжуын көріп тұрған шығармыз. Баланың ішкі қорқынышы. Бала үшін мұғалімге оқу жай ғана мәтін оқу емес, оның ішінде қате айтып қойсам ше, мұғалім байқап қалса ше, сыныптастарым күле ме деген ойлар болуы мүмкін. Біз оны сыртынан көрмеуіміз мүмкін, бірақ бала әр сөзін ойлап, өзін бақылап отырғанда оның бар назары мәтінде болмайды. Сондықтан мен оқу процесіндегі осы психологиялық кедергіні азайтып көруге шешім қабылдадым. Мен балаларды кезекпен өзіме оқытудың орнына екі баланы қасыма алып, бір-біріне оқыта бастадым. Бір балаға бір мәтін, екінші балаға басқа мәтін беремін. Екеуі бір-бірін кезекпен оқиды, ал мен олардың қасында отырамын. Бірақ бұрынғыдай әр сөзге араласпаймын. Менің рөлім өзгерді. Бірінші бала оқиды, екінші бала тыңдайды. Кейін орындары ауысады. Маған бұл жерде ең ұнағаны балалар бір-біріне мұғалім сияқты баға бермейді. Олар жай ғана тыңдайды. Ал тыңдап отырған баланың болуы оқып отырған балаға ерекше еркіндік береді. Себебі ол бүкіл сыныпқа емес, тек бір оқушыға ғана оқып отыр. Ал мұғалім бұл кезде не істейді? Меніңше ең қызықты өзгеріс дәл осы жерде болады. Мен әр қатені тоқтатып, әр сөзін түзете бермеймін. Негізгі міндетім бақылау. Бала мәтінді қалай оқып жатыр? Сөздерді дұрыс айтып жатыр ма? Қатесі оқып келе ме? Мәтінді соңына дейін жеткізе ала ма? Осы процесті бақылап отырамын. Бір қызығы, мұғалімнің алдында қысылатын бала сыныптасына оқығанда өзін еркін ұстай бастайды. Дауысы да өзгереді, оқуы да өзгереді. Ең бастысы, бала қазір мені бағалап жатыр деген сезімнен арылады. Ал қорқыныш азайған кезде баланың мәтінге назар аударуы көбейеді. Тағы бір маңызды нәрсені байқадым. Бала, сен бүгін көп сөз оқуың керек деп арнайы талап қоймай, ол көп оқып шығады. Себебі мәтінді бір рет оқып қана қоймайды. Бірде өзі оқиды, бірде тыңдайды, кейін қайтадан оқиды. Яғни бала өзін байқамай-ақ оқу тәжірибесін көбейтеді. Мен үшін бұл әдістің құнды тұстары. Мен жылдамдықты бірден бірінші орынға қоймадым. Алдымен баланың қатесіз оқуына назар аудардым. Өйткені бала жылдам оқуға тырысып, сөздерді қате оқи бастаса, біз күткен нәтижеге керісінше әсер етуіміз мүмкін. Сондықтан менің алғашқы талабым өте қарапайым. Асықпа, дұрыс оқы, ал жылдамдық оқу тәжірибесі көбейген сайын біртіндеп қалыптасады. Мен балаларға қате жіберуді сәтсіздік ретінде көрсетпеуге тырысамын. Қате оқыса қайта оқиды. Болды, оны бүкіл сыныпқа жариялап ұялтудың қажеті жоқ. Керісінше қате кетсе қайта оқып көремін деген дағдыны қалыптастыру маңызды. Бір қызық парадокс бар. Кейде мұғалім баланы оқыту үшін тым көп сөйлейді, түзетеді, түсіндіреді, қайта сұрайды, тоқтатады, ал бала сол кезде аз оқиды. Мен осы әдісте өзімнің сөйлеуімді де азайттым. Нәтижесінде балаға оқуға көбірек уақыт қалды. Кейде оқушыға біздің ұзақ түсіндіруімізден гөрі оқуға берілген қосымша бірнеше минут әлде қайда пайдалы болуы мүмкін. Бұл әдіс маған
бір маңызды нәрсені көрсетті. Біз оқушыға тек оқу техникасын үйретпейміз, біз оның өзіне деген сенімін де қалыптастырамыз. Бала бірнеше рет еркін оқып шыққаннан кейін менің қолымнан келеді екен ғой деген сезім пайда болады. Ал осы сезім келесі мәтінді оқуға да әсерін тигізеді. Мен үшін нәтиже тек минутына қанша сөз оқыған емес, әрине норматив маңызды, бірақ оның артында тұрған баланы да көруіміз керек. Мен үшін үлкен нәтиже бұрын мәтінді көргенде қиналатын бала мәтінді қолына алып оқып көрейін деп өзі бастауға дайын болуы. Сондықтан осы тәжірибеден кейін мен өзіме бірнеше қағида қалыптастырдым. Баланы көп түзетуден бұрын көп оқыту керек. Қатесін көрсетуден бұрын қайта оқуға мүмкіндік беру. Тез оқы деуден бұрын еркін оқуға жағдай жасау. Ең бастысы, кейде мұғалімге оқытқаннан гөрі оқушыға оқыту тиімдірек болуы мүмкін. Мен бұл әдісті бір күнде бәрін өзгертетін сиқырлы әдіс деп айтпаймын, бірақ өз сыныбымдағы балаларды бақылау барысында оның тиімді тұстарын көрдім. Әсіресе оқу кезінде қобалжитын балалар үшін бұл тәсіл өзін еркін сезінуге мүмкіндік береді. Ал оқу жылдамдығын дамыту үшін ең алдымен оқушыға тұрақты әрі қорқынышсыз оқу тәжірибесін беру қажет деп ойлаймын. Сондықтан бүгін сіздерге бір ғана сұрақ қалдырғым келеді. Біз кейде балаға неге тез оқымайсың деп сұраймыз. Ал келесі жолы сен еркін оқып жүрсің бе деп сұрап көрейікші. Мүмкін бізге баланы көбірек бақылау емес, көбірек мүмкіндік беру керек шығар. Менің қорқынышсыз оқу әдісімнің негізгі идеясы да осы. Бала оқудан қорықпағанда көбірек оқиды. Көбірек оқығанда тәжірибесі де артады. Ал тәжірибесі артқан сайын сенімді оқырман қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.